Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі дастарханыңызға ерекше сән беріп тұратын шахплов дайындайтын боламыз. Шахпловтың қамырына керек заттар: ұн, сары май, қаймақ және тұз. Ең бірінші ұнды осылай електен өткізіп аламыз, тұз қосамыз және бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып біріктіреміз. Осының үстіне қаймақ қосамыз және тағы да барлығын біріктіре отырып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды холодильникқа 40-45 минутқа салып қоямыз. Енді күрішімізді дайындауға кірісеміз. Мен осылай мультиваркаға дайындадым, сіздер қазанға дайындасаңыздар да болады. Қызып тұрған майға пиязымызды жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Май міндетті түрде жақсы қызып тұру керек. Қуырылған пиязымызды алып тастаймыз, себебі ол енді бізге керегі жоқ. Керегінше дәмін берді. Пияздан кейін осы қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап екі жағы қызарғанша қуырамыз. Еттің үстіне шамалап қант себеміз. Қант етке әдемі түс береді. Оның үстіне сәбізімізді саламыз. Менде сәбіз қатырылған түрі болды. Жақсылап араластырып 5-10 минутқа қазанымыздың бетін жауып қоямыз. 5 минуттан кейін ашып, оған кішкене мөлшерде су қосып, тұзын, бұрышын салып, бетін жауып, етіміз піскенше бұқтыруға қоямыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуін кішірек, екіншісі үлкен бөлік қылдырып. Үлкен бөлігін бірінші жайып дайындап аламыз. Қамырды жайған кезде еттің нанына жайғандай қатты жұқа болмауы керек. Дайын болған етімізге алдын ала жуылып тазаланған күрішімізді саламыз да шала пісіреміз. Күріштің бетіне суы 1 сантиметрдей шығып тұру керек шамамен. Міне осылай салып, күрішіміздің бетін жауып, арнайы режимді қосып қойдық. Енді қамырымыздың беткі бөлігін жаямыз. Менде осындай кастрюля болды. Кастрюляның астына жақсылап тұрып сары май жағамыз. Сары май жақпасаңыздар, қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Міне жақсылап отырып, қамырымызды осылай кастрюлемізге орналастырып шығамыз. Шеттерін кішкене шығарып қоясыздар, өйткені үстіне жапқан қамырмен екеуін біріктіруге керек болады. Күрішіміз шала пісіп тұр. Міне осы шала піскен күрішімізді жаңағы қамыр салынған кастрюлемізге саламыз. Чеснок ерекше дәм береді. Чеснокты арнайы жуып дайындап аласыздар. Барлық күрішті осылай салып бітескеннен кейін бетіне қамырымыздың кішкентай бөлігін жабамыз. Міне менде мынау кастрюлямның екі құлағы пластмасса болды. Мен оларды арнайы алып тастадым. Духовкаға салғанда әйтпесе балқып кетуі мүмкін. Екі қамырды бір-бірімен жақсылап тұрып біріктіріп шығасыздар. Ашылмайтындай қылдырып жақсылап біріктіріңіздер. Себебі піскеннен кейін табаққа түсірген кезде ашылып кетуі мүмкін. Оның бетіне жұмыртқа жағамыз, әдемі болып қызарып пісу үшін. Арнайы қызып тұрған духовкаға 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінеки өте әдемі болып, қызғылт түсте болып пісіп шықты. Біздің шахпловымыз табағымызға салып, әдемілеп қазір кесеміз.
кесіп болғаннан кейін оны аскөкпен, жұмыртқамен және де өз қалауларыңызша әдемілеп әрлеулеріңізге де болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі дастарханыңызға ерекше сән береді. Біздің шах-пловымыз дайын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий мен қолдауларыңызды күтемін.